Бүгін Рамаданның екінші күні. Жігіттер рынокта. Сіздердің уақыттарыңызбен түнгі сағат қанша? 11:30. Май колеса в эфире дейді. В прямом эфире. Кеттіге. Рыноктың бағасын көрсетейік. Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай? Ассаламу алейкум. Бүгін 2 миллионға қандай машина алуға болады? 1 миллионға қандай машина алуға болады? Ең қымбат машинаны осы өзіміздің көшедегі бойынан көрсетемін сіздерге. По пути сұрап. 10:30. Жоқ, сіздерде 10:30 емес, не емес па? 11 емес па? 11:30. Давай, эфирден шықпаңыздар. Қазір ең арзан машиналарды сіздерге көрсетемін. Рынокта сұрап тұрған, айтпақшы, Рамазан айына көп салондар скидка жасап жатыр. Біз спортикамен жүрміз, айтпақшы әлі. Кешке қарай салқын болып тұр. Өте керемет погода болып тұр. Рамазанға көмек беріп, Құдайдың өзі. Так, біздің салонда қазір, мен даусым естіліп тұр ма? Айтып кетсеңіздер. Так, алдарыңызда Камруха. Так, не көрсетеміз? Мадик, жүр кеттік. Мадик, кеттік, жүр. Не көрсетеміз бүгін? 1 миллион ең арзан машиналарды көрсетеміз ба? Давай, кет. Ең арзан машиналарды қазір көрсететін болам. Рыноктан сұрап, примерно саудаласып, қалай қанша сұрайды, потом ең қымбат машиналарды сұраймын. Ассаламу алейкум, тағы да барлықтарыңызға, қазақ халқы. Тарауықтан келген шығарсыздар уже. Сіздерде біткен шығар уақыт. 400 адам болдық. Құдай қаласа қазір 500 адам боламыз. Кеттік. Мына алдарыңызда. Мына Камри сұраш. Камри. Қанша деп ойлайсыздар, жазыңыздар бағасын. Қанша деп ойлайсыздар, жазыңыздар бағасын. Мынау Lexus 16 жылғы ба? ES 2016. Мыналар кіреді, по-моему, да? Кіреді. Мынау қанша? 4 миллион 100. Американец? Дубай. Қымбат жүр кеттік. ES 350. How much? 70. Бұл қымбат айтып жатыр насалған. Кеттік. Қазақ жігіттер жүр мұнда. Элантра, давай, Элантра. Кам. На Элантра хит қой Шымкентте, дұрыс па айтыңыздаршы? Камерам дұрыс көрсетпей тұр, деймін, дұрыс көрсетіп тұр ма? Ойлап не қыламыз бағасын айтса деймін. 5,5 миллион теңге дейді. Элантраны 2022 жылғы екен. 2022 жыл модель. Элантра 5,5 миллион. Бұлардың растаможка примерно 3 миллионға барады, жол молымен полный. 3 миллионға барады бұлар. Кет, давай, 500 подписчик. Подписчик деп, прямой эфирға 500 адам көреміз. Молодежь, давай. Камара, Chevrolet Камара. Бағасын сұра. Chevrolet Камара, бағасын жазыңыздар. Қанша деп ойлайсыздар? Қазір бағасын айтады, қойып тұрыңыздар. Так, Камара 2000 қай жылғы мынау өзі? 2017 Қазақстанға кіреді. 7 миллион. Камри 7 миллион. No, 7 milyon ba? Camaro Chevrolet kamera 7 milyon tenge. 11 мың dirham deyman ana. 2 milyon 200 мың deydi. XLE Camry. 2014. 2007 ya. Mınanı tak, mınanı 2007 жылғы Camry'di. XL комплектация. Қанша еді? 2 миллион дедім, я сондай деді. Кеттік, дальше кетеміз. О, ішің қызық емес о бізге, я кеттік жүр. Іші қызық емес, ішінде бәрі бар ғой, білеміз ғой. This 17 model this. Эфир сақталады, я. 17.
Запчастьқа отдельно көшеміз. Kia Forte. Model 2020. Кет, дальше кетеміз, сұраймыз, не машиналарды сұрайын, айтыңыздар, жазыңыздар WhatsApp-қа. Прямой эфирді переслать етіңіздер, қазір полный сұрап шығам. Эфир сақталма ма, сақталмай ма, көреміз қазір. Міне, рынок деген қызып жатыр. Қараңыздар. Машиналар кіріп жатыр, шығып жатыр. Какой машина? Какой машина? Привет передай на Казахстан. Не то. Тебе не то. Жоқ, привет передай. Hi, say hi to Kazakhstan people. We have live video. How much Привет. that? Привет передай десем, привет нету дейді. Айтпақшы. Қазір Sienna, Alphard, Previa деген анау минивендер бар ғой, Innova деген. Соларға барамыз. Тұр ғой мына Honda Pilot тұр ма? Yok, CR-V. Қанша дейді? Honda CR-V 2.200.000 теңге. Чо там? Бұлар сем емес кім бұлар, е? А? 13 модель. 2 миллион. Мұн тұр ғой, не тұр ғой? 2019. L200. Сұрашынан бағасын, давай. Бұна біздің анау ауыл шаруашылығына өте керемет машиналардың бірі. L200, біреу, L200, екеу. L200 үшеу, 2018, 2019, 2020. Өте керемет. Қазір барлық машиналарды көрсетем. L200'ler, onda 13 model 5 milyon 900 bin. Мыналар 5-те 9 ба? 5 миллион 900 дейді бұларды. Кет. Кеттік дальше. Болды автомат, это автомат дейді. Так, ассалаумалейкум, тағы да барлықтарыңызға. Түнгі Дубай, кешкі Дубай. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздерге қазір керемет бағаларды көрсетемін. Барлығын. Хайс, Майс, L200, Land Cruiser дегендерді. Так. Ана Prado тұр кетті, ана беттен сұрайықшы кеттік, ана беттен сұрайық. Toyota Yaris. Avion 1'de 3. Міне Yaris, Avion 1'de 3. Camry. Мына маған сұрайшы. 21 model? Ассалаумалейкум барлықтарыңызға. Sienna қазір Alphard бәрін көрсетемін. Toyota Camry'ні limited деп жазып қойған ба? Қазір мен көрсетемін бағасын. Ауш. Limited комплектация дейді. 2013. 4,5 milyon. 4,5 миллион. Норма. Жаман қымбат қой. А? Now 3 milyon 700 bin. 3 миллион 700 мың теңге Toyota Yaris. 13. Şirket. Corolla have 14. How much? Corolla Yeah. 32. Так, кеттік. Prado. How much? Алдарыңызда Prado. Prado кәм. 92. Қалай? 92. BXR. Қымбат қой 92. VXR ма көп еді? 13 миллион теңге ма? 13 ба? 13'те 500 ба? Қанша? VXR комплектация 11 миллион 600. Мына Prado 11 миллион 600 мың теңге. Семиместный машина. Әне, чіктер. Асқара. Hilux көрсетем қазір. Тағы да ассалаумалейкум. Так. Ana, Hilux, Milux бәрін көрсетем. $413 адам. 413 адам. Түнгі сағат қанша сіздерде? Camry 55 міне. Ең қызық жақтарына енді барамыз. Анда K5, Sonata, Sienna, Alphard бәрін көрсетем. Эфирден шығып кетпеңіздер. Camry 55 алдарыңызда. Барам маған. Қанша бағасы сұрай берші?
Бағасын айтшы. 5 milyon. 5 milyon tenge. 2017 mi? Amerikanец қой мынау. Американец 5 milyon tenge SE комплектация. Қымбатты ғой мынау, қымбат айтып отыр бұл не? Саудасы бар ғой бірақ. Мынау арабша жазып отқан прямой эфирге қайта travel деген. Ассалаумағалейкум достар, андай не бар ғой? Насчет бронның ақшасы туралы айтып кетейінші сіздерге. Адам брон қойғаннан кейін ол машинаны одобрять етеді ғой, болды алам деп. Болды алам дегеннен кейін просто продавецке брон қойылады. Потом уже ол кісінің берші жиын менде. Ол кісі семейный положение, қойды қандай положение болып қалса да, біз оның бронын алып бере алмаймыз. А если ол брон қойып, машинаны көрсету процесінде жоқ, жігіттер машина что-то ұнамай тұр дейтін болса, онда брон сразу возвращать етіледі, болмаса басқа вариант сізде береді. Просто Қазақстанда закон бар ғой, мысалы, сіздер біреудің машинасын алам деп, Шымкент жақтан алам деп барсаңыздар, брон қойып қоясыздар, барасыздар. Задатып бер. Барған кезде машина бір жер ұнамай қалса, задатып қайтарып бер демейсіздер ғой, дұрыс па? Сол сияқты. Как есть процессті айтып отырмын да. Процесс былай. Мысалы, сіздер брон қоясыздар, бір машина ұнап тұр, давай, титтер тексеріп бер. Барасыздар, тексеріп береді, бәрі күшті. Все, давай, оформлять етейік мына машинаны. Пытыр болып жатыр. Сол моментте уже анау ақшадан кешіктіреді, или кредит одобрение бермей қалады, или өзінің машинасы сатылмай қалады, сатылатын машиналар. Сөйтіп тұрады да бізге айтады, жігіттер машинам сатылмай қалды, күтіп тұр, үйтіп тұр, бүйтіп тұр, сонымен продавец бізге айтып звондайды. Машинаға бұрын қойып қойдыңдар, қаяқтасыңдар, кеңдер деп бір күн күтеді, 2 күн күтеді, 3 күн күтеді. Енді бұлар бүкіл халықты жамандамаймын ғой, бұяқта енді индустар көп болғаннан кейін машинаны зық етіп сатып жібере салады, или беріп жібере салады. Потом біз машинаға барған кезде ақшаны алып жоқ деп айтады. Сосын клиентке түсіндіріп атамыз. Кеттік. Түсіндіріп кеттім ғой, я. Қанша? 3 milyon 500. 3 milyon 500 bin tenge RX. Çoğu dam. 3 milyon 500. Ayvar. Bekar. Aşırı. Su sigara. Mafi. Біздің жігіттер арабшада сөйлей беретін болған. Vallahi aşırı mafi. Вашри, брат. Aşırı ya Allah bilad Turkmenistan. Ой, балла хасан билла харам. 4-5 сөз білем анау саудаға байланысты. Валла хасан билла харам деген сөз. В общем, примерно мағынасын түсініңіздер ғой, а? Сразу келумен ценасын жарайды айтайық қазір. 2006 Ярис. О, كيف الحال؟ танитыналар мен. Чодан? Қабай хал, Рамадан мүбарак. رمضان مبارك. Hello, Казахстан. Қараңыздар, кешкі суета болыр жақта. Десе 427 children's. ما شاء الله. 420. زين. Мына түрі кімге ұқсайды бір актерге ма? Кімге ұқсайды мына түрі? Буракка. Kime yapsaydı bilmiyorum. Karnı Маған ұқсайды деген десе. Мынау неш? 2006 Corolla. 1 milyon 1 миллион теңге. 1 миллион 800. 2006 Yaris. 1 миллион 800 мың теңге. Чотам. 1 миллион 6 мың теңге. Ой, 1 миллион 800 мың теңге. Чотам. Toyota Corolla Altis. 1.8 объем. Не битый, не крашеный десең да. Идеальный вариант. Все, давай, кеттік дальше. Мына кісі біздің гараждың бастығы. Жүрсең Жерболка, гараждың бастығы. Дубайдағы любой гаражға байланысты проблемам бәрі өзінің 4 ұстасы бар, шешіп бере береді. Из Ташкент көмектеседі. Ағайындар келіңіздер. Мынау бізде жұмыс жасаған ғой мынау. Қалай жағдай, Хусейн? Бұл жігітті жұмыстан біз шығарып жібергенек. Кішкене енді бір-екі жұмыстары болды, шығарып жібердік.
Which help? This Camry 2019 model. Okay, go Hussein, bizga tanыстырады. Давай, сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Yes. Okay, because Қандай машина көрсетейін, бірақ қазір басып кете ма, қайтеді мыналар. Қазір сіздерге Қазақстанға кіретін машиналарды, әдемі машиналарды көрсетемін. Өте қызық. Грузовщиктер ма? Негізі $1,500 басталады ғой Қазақстанға направление. Ақтаудан ше. Что там, Хусейн, кім? 450 адам. Рахмет барлықтарыңызға. Кім дейді саған? Сиенаны түсірейікші кеттігі. Басып кете ма, қайтеді ма, бей? Сиена. Мынау 4,5 миллион теңге Сиена. 4 миллион 100. 4 миллион 100 мың теңге LE комплектация Сиена. 14 жылғы. Бізге кірмейді, бізге кіргесе. Кіреді. Саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум. Сақалайсыз не? Мен прямойда эфирдеймін, түсірсем. Ассалаумағалейкум, қалайсыз, жағдайың жақсы ма? Toyota Camry'ді қарап отыр екен ағалар келіп. Қанша дейді аға? Қанша дейді? Қанша дейді? 27. Мына 2018 ғой? Қымбат қой. Ағалар қарап тұр екен. Қандай логистика дұрыс дегенде, бір логистика дұрыс деп айтуға қорқып қалдық қой қазір. Hussein, how are you? Fine? Аға, көмек керек болса, құдай қаласа, салонға бара бересіздер, хорошо? Қай салонға? Нерде прямой барсаңыз, поворотта 300-ші салон бар. Жігіттер өш жерде отырады. Ой, чек. Мына жігіт күшті жігіт негіз. Көрсетеді бүкіл машинаны. Қымбат сұрап тұрған. Нені? Rapport, blue color. Waterproof or what? I see here rapport blue color. 21 қарайсаңыздар, шын. По-любому сол первичкасымен сол бағалар бір кетіп қалады ғой. 19 сумок 8 миллион қайда? Аралап қарайықта жүрсеңіздер жынды. Енді келіздер ма тоже? Бәрін жинап жүрмін ғой, жүрсеңіздер бір команда болып жүреміз бәріміз. Бәріміз бір команда болып жүреміз, аңғарыңыздар. Ана банда, қазақтар. Чодан. Кәмді жолда бәрін жинап аламын. Түнгі сағат қанша ана? Қай жақтансыз дейді. Дубай жақтанмын ғой, Дубай жақтан. Ассалаумағалейкум. Кам модель Camry? 2020. How much? 65. 65? No, американец. Бете машина, қарап тұр. How are you? Fine? No coming, why? No coming. It's work. I work. Every day work. Every day. You take video, mine. You see my video? My video you take, yeah? Ah, yes. You take car. Okay. How much this? How much is 75 мың дирхам дейді. Қымбат. Camry here. Алмаймыз, қымбат. Саната полный комплектация 2021. Қазір көрсетіп жатыр. 500 адамға давай. How much? Eid Mubarak. Okay. How much this one? Полный комплектация Sonata 2021 2.5. How much? This one? Yes. 78. 78. Мынау полный комплектация Sonatалар негізі 73 мың дирхам мен 80 мың дирхам арасында бұл Дубайда. Мына limited 1.6 турбо, бұның енді пультінде паркинг контролі болады, былай жүретін. 22. 2022 Camry қанша тұрады? 22. You. TikTok, eh? गाड़ी देबो एरा तो गाड़ी देबो अवश्य Так. Енді прямойға кіргеннен кейін адамдардың сұрағын оқып, соларға жауап берейік. Sonata 22. Кішкене көңіл бөлейік. Кеттік, давай жүре берейік дальше. Сіздер сұрақ қойыңыздар, Қазақстанға қанша уақытта келеді? Қазір транспорттың компаниялар 30 күн мен 50 күннің арасында Қазақстанға алып барады. Ақтау қаласы мен Алматы қаласында ескілмей қалып жатыр дейді. Адам білмеймін, сет қуып кетіп жатыр ғой. Қандай логистика дұрыс айтып жіберші дейді. Логистиканы қазір уже бір логистика дұрыс деуге қорқып қалдық, өйткені әркім өз уақытымен дұрыс жұмыс жасап, өз уақытымен проблемаларға
душар болады. Сол үшін 4-5 транспортный компания бар, салонға іліп қойған мен өзім. Предлагать етем, вот солармен өздеріңіз сөйлесіп аласыздар. Доставка неше болады? $2500 ма дейді. Доставка $1800 ба басталады Ақтауға. Сонымен $2,5-3,000 дейін. Авалондар бар, 50-55-тер бар, я. Хайландер қаншадан дейді? Міне Хайландер сіздерге түсіре салайын. Міне Хайландер қаншадан дейді? Бұлай түсіре салайын. Ассалаумағалейкум, 7-8 миллионға подключтер машиналар бар, я. Мына Хайландерлер примерно 13 миллионнан жоғары қарай кетеді бұлар. А RAV4-лар тоже 13 миллионнан, 10 миллионнан жоғары қарай. Номер биографияда бар. Так, қай базарда жүрсең? Чаржыда базарында жүрміз. Ассалаумағалейкум, Toyota Corolla бар ма дейді? Toyota Corolla бар. Мына жерде Sienna сататын жер мынау, міне. Sienna, how much? Down price. How much down price? All down price. 46. 46.000 дирхам, 2017 жылдағылары мына 46-45 дирхамнан тауып болуға болады. Сіздер жаурамайсыздар ма? Нормально ма? Салам алейкум. Семейде сен қайдасың дейді. Мен Дубайдамын, брат. Ассаламу алейкум. How are you? Fine? New comment, 19 model. How much? Міне Сиеналар. Бұл Сиеналарға 5 миллион теңге кетеді примерно. Растамошки жолдарына 5 миллион 500 сондай кетеді бұлар. Потому что кубы үлкен бұлардың. How much? Price? 68. No problem. Объемдары Сиенаның 3/5 болып келеді. Асыл бәрі 3/5 бұлардың бәрі. 8 миллион 800 мыңға 19 жыл бар екен. 8 миллион. 8 миллион сондай. Бірақ 5 миллион қосылады бұларға. Аға. Дальше сұрақтар. Біз 470 мың, 70 адам, 500 адам боламай қойдық қой тегі. 75-тің бағалары, мен айтайын, 9 миллионнан жақсылары басылады. Sienna Odyssey Қазақстанға келетін бағасын айтшы дейді. Sienna Odyssey. Сиеналар 10 миллионнан сол жоғары қарай басталады. Олар 3/5 объем куб үлкен болғаннан кейін. 7-8 машина алуға болады, брат, айтшы дейді. 7-8 миллионға ма? 7-8 миллионға жаңағыдай Camry'лер аласыздар, 55-тер. Ярис, Марис дегендер скоро мен шығарам. Қандай машиналар бар? Экономичный. Айтамын, я? Скоро Қазақстан рыногына баратын. Так, Toyota Prado 2022 жылы қанша тұрады дейді. 2021 жылғылар примерно 19 миллионнан басталады. Самат. Қазақстан номерін айтшы дейді. Қазақстандағы номер, дубайский номер о, Қазақстанда номер жоқ. Міне Corolla 2022 жылғы. Жауып, отдыхает. Сен Мадик алдың ғой, Corollаны. Қанша қалды мыналарды біз? Қанша миллион қалдық бұларды? Бұл Corollаларға 3 миллион теңге, 2 миллион 800 кетеді міне. Corolla 2022 жылғы. Осы араб мемлекетінде шығарады. Бұның объемдары қанша? 7 миллионнан басталады. Бұлар 7 миллионнан осы жерден басталады. Новыйлары 0 пробегпен. Corolla. Нормально ма? Оптималар бар. Дәріш кеттік. Барлықтарының сұрақтарына да жауап беріп үлгермей жатырмын, бірақ мынандай электрокарлар бар. Өте Қазақстанға ыңғайлы Toyota. Электрокар емес қой, ол гибрид қой. Гибрид. Гибридтер білестері қандай болып келеді? CHR дейді. Toyota CHR. 50-55 көрсетем бауырым қазір. Альфардқа да тоже барамын. 2021 Prado'ға растамошка. Мынау 6 миллион теңге растамош кетеді. Highlander Prado'ларға. Kia Carnival салонда тұр. Оларға примерно 5 миллион плюс-минус кетеді. Тоже. Так, 5 миллион подключ Астанаға қандай машина келеді? Брат, 5 миллионға келмейді. Өйткені растамошканың өзі, жолдың өзі 1 миллионға шығып кетеді. Сен мына жақтан 4 миллионға іздеу керексің, ол растамошкасы бар деген сияқты. Крузак 200 қанша болады? Крузак 200-дер 20 миллионнан басталады. Қазақстанға кіретіндер. Уалейкум ассалам. LX 600-дер, оларға әлі шолу жасаған жоқпын, барған жоқпын. Барсам жазып шығарып қоям сіздер үшін, түсіріп қоямын. Так, Toyota Hiace. Алдарыңызда осындай балабақша, садик, ары бері жүргенге, қаланың ішінде, қаланың сыртында осындай Hiace'тар бар. Toyota Hiace'тар бар. Бұлардың бағалары 7-8 миллионнан басталады осы жердегі. Объемдары 2-7 болып келеді.
Так, Бегарыс спор болып жатыр, Касия танимын деші дейді. Бегарыс деген жігіт, лично айтайыншы. Бегарыс деген жігіт менің бауырым, 5 жыл бірге өскен. Бека. Автотур мына жігіттер бар, осы жерде. Автотур енді ол қазір автотур деген қолдар босамайды, бірақ жаңа ағалар жүр ғой. Ағалар кеп қалды, оларға жанында біздің бір жігіт көрсетіп жатыр машина. Сол сияқты көрсетеміз. Любители. Ассаламу алейкум, Қасым. Бол, кам. Прайс. 22 model. Бағаларын біле беріңдер, сендер мен бір түсіріп шығайын. Вот BMW тұр, қараңыздар. Nissan, Kia K5, вот сіздер сұраған Kia K5. Бұлар примерно 7 миллионнан басталады Kia K5-тер. 10 миллион теңгемен под ключ баратын машиналар, міне мынау. Kia K5 GT Line Қазақстанда бұлар тұрады 15 миллионнан жоғары. С повреждениеге қарап 7 миллионнан басталады бұл машиналар. Kia Sportage тоже 2022 жылғы өте керемет машина. Corolla, кешіріңіздер, Corolla 2021 жылғы. Брат, қараңыздар, мен тағы да айтайын, мысалы 6, 7, 8 миллионға болады табуға. Жаңағындай Camry, арзан Chevrolet Captiva, Yaris, Corolla дегендерді алып баруға болады. 1.6, 1.5 объемдармен. Өте керемет объемдармен алуға болады. Sonata 2017, 18 соларды алуға болады. 7-8 миллионға под ключ. Қазақстанда әйтеуір эконом жасайсыздар 2-3 миллион. Алдарыңызда Corolla LE комплектация. Макс, бағаларды айтшы маған. Бәрін сұрап шықсай. Міне RAV4 2021. RAV4-лар бұлар 10 миллионнан аласыздар ошақты. Например, под ключ примерно 14 миллион, 15 миллион, 16 миллионмен бара береді. Смотря комплектациясына қарай. Мынау Corolla 6,5 миллион 2022 жылға міне. 75 мың дирхам дейді. 70 мың дирхамға примерно аласыздар бұны. 2020 Kia Soul. 2022. Все болды. Мынаяқтан шығайық. Ана BMW-ны сұраңдаршы, BMW. 14 миллион дейді. Мына тройка BMW 330i 2020 жылы X-Drive, красный салон, 14 миллион дейді. BMW үшін мынанша мынан? Сиена тұратынын қанша тұрады? Hilux-тер 9 миллионнан басталады. Сұраса бағасы, сұраңдар жаңа RAV4-дің бағасын жағым ауырып кетті ғой. Corolla қазақ номерімен қанша айналады дейді. Corolla 3 миллион теңгеге расход кетеді мына жақтың алғаннан кейін. Santa Fe қайда дейді. Santa Fe шықпай жатыр көрсететінен болмаса. Қайсы Kia Sportage? Не тұрған мұны? 6 миллион ғой. Қайсы мұнау қанша дейді? 7 миллион 500. RAV4 ғой 2017 да? Мұнау. RAV4 2017 7 миллион 500 мың теңге дейді. Ағайын туыс. 62, yes? XLE комплектация 4 VD. 49. Мынау Sportage 6,5 миллион теңге деді ме? Сондай деді. Thomas down. Все, ағайын туыс. Қазір мен соңғы бір 5 минут сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп кетейін. Да. Қазақ ағайындарға жақпайтын ғой. Не дейді? Toyota компаниясы Япония Camry машинаны сатуын тоқтатты. Так, Toyota компаниясы 43 лет. Японияда Camry'ларын сатуға тоқтатты дейді. Түсінбедім, дым. Өзің түсіндірші. Короче, Toyota компаниясы 43 жылдан кейін 43 лет они продавали Camry. Сейчас они остановили производство и продажу Camry. Теперь? Білмеймін, достоверный емес пе? Білмеймін. Бір аккаунттың несі, информациясы ғой үшін. Недостоверный информация шығар. 3 миллион ба? Давай, последний онда 5 минут сұрақ жауапқа емес. Сіздерге ең арзан машина деген мен көрсетейін. Қазір тауып берем. Қалайсың, жақсы. Мен тағы дейді. 75 қанша шығады, утилмен бәрімен дейді. 75-тер 13 миллион, 14 миллион под ключ шығады.
жүр мына жаққа кірейікші. Айқайлап шақырып жатыр. Көңілі қалған шығар Toyotaға дейді. Білмеймін. 2010 кірмейді жоқ. Honda Accord. Ha? Which car? All car. All car. All car? Why all car? Accord? This Accord? Civic. Civic how much? 2020. How much? 54. 54. Санаталар тұрған міне қараңыздар. Санаталар. Lexus 2015. Міне Kia Carnival. Жоқ, Kia Sorento ма? Неме мынау? Kia Carnival деп тұр ғой. Вот Santa Fe тұр айтпақшы достарым. Santa Fe'ға көрсетем бағасын. Иә, Kia. Kia Sedona. Мен ашып қалды. Ана бағасын сұраңдаршы Kia Sedona'ның. 3,5 миллион. Сарыағашқа скоро мен анау. Мына Sedona'ның бағасын сұрашы. Достар айтпақшы, Құдай қаласа Сарыағашқа осындай арзан машиналарды алып барсақ деген ниет бар. Это бірінші, екінші бүкіл Қазақстанға запчастьсы, если мына Suzuki, Mitsubishi дегендердің бізде Toyota'ның не үшін Toyota біздің Қазақстанда соңғы 10 жылда или 15 жылда өте қатты номер 1 машина көтеді. Өйткені оның бүкіл запчастьтарын бәрі достоверно болды Япониядан. Сол сияқты басқа машиналардың да запчастьтары Қазақстанға достоверно болса, онда бүкіл машиналардың бағасын азайта аламыз. Қанша? 5 миллион 800. Sedona'ның бағасы 5 миллион 800 мың теңгеге жаңа ғана көрсеткен. Семимесіне 3,5 объемдар болады. Жақта да маса бар. Өткенде асылмын ғой дейді. Болды, Құдай қаласа. Құдай қаласа Сарыағашқа барып, сол жақтан ашақ деген ниет бар. Мына жақтан уже үлкен ағалар шығып жатыр, который бірге жұмыс жасаймыз деген. Контейнер қоямыз деген, не басқа не деген. Әдемі екен ба, экран сүртпепсіңдер ғой. Барлықтарыңыз ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Дубайға жаңағыдай кеше хабарландыру айттым ғой. Осылай кешке қарай келгендеріңіз дұрыс болады. Кеш салқынмен машина қарайсыздар. Обычный күндері обедке 12-ге дейін ғана жұмыс жасайды. Айтпақшы MyKolesa приложениесі скоро шығады. Енді мынау қойып атқан вопростарыңыздың барлықтарыңыздың қазір WhatsApp уже 3-4 адам отыр жауап беріп. Ғани Мұраттан күтеміз Балабектің көршісі дейді. Енді сол сұрақтардың барлықтарын сіздерден қазір мен 971 плюс 971 58 508 5303 деген WhatsApp-қа жазсаңыздар, сол жерде барлық сұраққа жауап береді. Хоть интересно болсын, хоть не интересно болсын, ақшаларыңыз бар болса да, жоқ болса да, әйтеуір информация сұрасаңыздар, жауап береді. Сол үшін адамдарға айлық төлеп отырып, чтобы сіздерге дұрыс жауап берсін деп. Дубайға келсеңіздер, қолдан келгенше 300-ші салонға келсеңіздер, қолдан келгенше көмектесеміз. Өйткені ошақта жігіттер бос болса, көмегін аямайды. Ол үшін ақша сұрамаймыз. Ол үшін көрсету үшін ақша сұрамаймыз. Бірақ жаңағыдай алып, аралап жүре алмаймыз, қолымыз босай бермейді. Ораза, енді бәріміз үйдің барлығы, MyKolesаның барлығы оразада, аузы берік Дубайда. По плану, по графику жұмыс жасап жүрміз. Тағы да, не айтайын? Барлықтарыңызға уақыттарыңызды бөліп эфирге кіргендерің үшін рахмет. Что там? Мына машинада көрсетші. Болды. Все, барлығымыз хабардамыз. Жігіттер, давайте деп қойыңдар. Давай, Қазақстан, давай. Надик. Рамадан барак, бэби. Все, ассаламу алейкум барлықтарыңызға тағы да. Құдай қаласа Сарыағашқа барғанда обязательно крем прямой эфирге қай жерде қарап жатырмыз. 4, 5, 6 жер бар қазір. Предлагать етіп отқан бізге кел осылай жасаймыз деп. Енді қазір Москвада бірден құралған жоқ қой. Құдайға шүкір аудитория бар. Халықтың біразын уже таниды бізді. Сол жерге барып ашақ жұмыс жасасақ, өзбектер де келіп жатыр. Бізден алайық деп. Бір шеттен бастап бүкіл Қазақстанға тараймыз иншалла.